Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен осындай жүзім жапырағынан және қырыққабаттан долма дайындаймыз. Алдымен пиязымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Қызған тәпемізге майымыз салып, артынан пиязымызды салып, шамамен 1-2 минут қуырып аламыз. Міне 2 минуттан соң пиязым түсі шамалы өзгерді. Енді үстіне мен үйдің томатын істеттім. 12 ас қасық құйдым, себебі сұйықтау. Сіздер дүкен томатын қолданатын болсаңыздар 3 қасық жетерлі болады. Немесе піскен қызанақтар салсаңыздар да болады. Осылай 1-2 минут қуырып, өшіріп, шетке алып қоямыз. Аскөкімізді турап аламыз, ұсақтап. Жүзім жапырағы аздау болған кезде осындай орам жапырақпен араластырып істеймін. Осындай қатты жерін ойып алып тастаймыз. Қайнаған суға төмен жағымен қаратып, осылай 2 минут пісіріп аламыз қайнатып. Кейін аударып, төмен жағынан жоғарыға қаратып, тағы да 30 секунд қайнатып, осылай жапырақтарын жаймен шығара бастаймыз. Осылай ас үй қысқышын алып шығарасыздар. Сыртқы жапырақтар өте нәзік болғандықтан 1-2 жапырағым жыртылды. Міне енді артынан жапырақтар өте әдемі болып аршылады. Судан шығармай тұрып, шығарып аламыз. Жуылған күрішімізді үлкендеу ыдысқа салып, үстінен тартылған етімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен пиязымыз, қуырылған пиязды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұрыш, тұзды өздеріңіз дәмге қарай қосасыздар. Мен жарты қасық бұрыш және 2 шай қасық тұз салдым. Аскөкімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Аскөктің орнына райханды істетсеңіздер болады. Міне ішіне салатын салмамыз дайын. Міне ыстық суға салып алынған жүзім жапырақтарына сылық жерін төмен қаратып, осылай жайып шығамыз да, үстіне салмамызды саламыз. Салманы аздау етіп саламыз, көптеу салмаймыз, себебі күрішіміз іседі, 2 есе үлкейеді, сондықтан қатты тығыздамай ораймыз. Қатты тығыздап орап, және салмамыз көп болып жатса, жапырақтарымыз осылай жыртылып кетеді.
Міне осылай түйіп аламыз. Енді қырыққабатымызды алып, үлкендеу жапырақтарды екіге бөлеміз де, осындай ортадағы қалың жерін алып тастаймыз. Үлкен жапырақтардың бәрін осылай кішілеу етіп түйеміз. Ал кішілеу жапырақты кәдімгідей өзінің түйе береміз. Осылай кішілеу етіп түйсеңіздер, дастарханда өте әдемі болып тұрады. Жеуге де ыңғайлы. Міне осылай етіп түйіп аламыз. Қазанымыз астына осылай 3-4 қасық май қойып, үстінен долмаларымызды тере бастаймыз. Міне осылай әдемілеп теріп шығамыз. Енді жоғарғы екінші жағына перпендикуляр формада етіп осылай жиып аламыз. Енді үстіне құятын суымызды дайындаймыз. Мына жерде тура 1 литр суға мен 1,5 шай қасық тұз қостым. Шамалы тұз жетпеу керек, кәдімгідей сорпаға қарағанда. Себебі салмасының ішінде тұз қосылған. Тұз көп салатын болсақ, әшілеу болып қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып, қазанымыздың долманың үстіне шетінен бастап құямыз. Міне осылай құйып аламыз. Біреулер үстіне тарелке немесе леген бастырып қояды. Пісіріп атқанда мен осылай кәдімгідей ештеңе бастырмай пісірем. Мен жоғары жақтағы долмаға шамалы 1 сантиметр жетпейді суымыз. Осылай жоғарғы отқа қоямыз. Бір қайнап шыққан соң отты төмендетіп қойып 40 минут шамасында пісіреміз. Міне долмаларымыз дайын. Сүзіп аламыз. Орам жапырақтан және жүзім жапырағына шығарған осылай долмаларды екеуін бір тарелкеге жиып осылай сәндедім. Сіздер өздеріңіз көріңіздер. Өзіңізге ыңғайлысын жасайсыздар. Міне осылай әдемі болып, жыртылмай, жарылмай әдемі болып шығады. Міне жағына күріштері піскен, әдемі болып тұр. Дәмі өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнама жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Диана. Көргендеріңізге рахмет.